Құрметті ассалаумағалейкум. Азиз аға, біздердің мына Искине жұмысында жасап атқанымызға бір жылдан астам уақыт болды. Осылай вақтыда. Осы жерде біздер Искине газ өңдеу зауытына жұмыс жасап атқан жігіттер өзіміздің сізге шақыруымызды ұсынамыз. Бұл жерде біздерге басшылық вақтылық ауысымызды 30-30. Вақтылық ауысымызды 6-1 күнге ауыстырғысы келіп тұр. Яғни 6 күн жасап, бір күн короткий суббота күн, жаңағыдай 7-ші күн демалыс күні деп. Мұнда тұрған барлық жұмысшылар вақтылыққа келісіп тұр бір ауыздан. Біздер мына 6 күн жасап, бір күн демалатын жұмыс уақытта тиімсіз деп біздер өзіміздің наразылығымызды білдіреміз. Жігіттер, біздердің ақшамызды басшылық қысқартқысы келіп тұр. Егер мысалы 6-1 жасайтын болсақ, біздерге тек қана 7 сағат төленеді. Онда біздің айлығымыз мемлекеттің орташа алған жалақысының көлеміне мүлдем сәйкес келмейді. Ал енді алыстан келген жігіттерге өте тиімсіз бұл. Мына жерде Қазақстанның жер-жеріне келіп жатқан жұмысшылар бар. Бәріміз бір ауыздан бауырымыз, бір Қазақстанда өмір сүріп жатырмыз. Сол үшін бізге осылай вақтылық жұмыс уақыты бізге тиімді. Сол үшін біздер 6-да 1 жұмыс күніне қарсымыз бір ауыздан.